Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жер ғаламшарының экологиялық апаттары. Жалпы бүгін біз не білеміз? Қоршаған ортаның экологиялық жағдайлары туралы және экологиялық апаттардың сипаттамаларымен оқып танысамыз. Әлемнің экологиялық проблемалары бұл 20 ғасырдың ортасынан бастап ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты. Яғни мына ауыл шаруашылығын химикаттау, көліктердің көбеюі, өндіріс орындары мен фабрикалардың экологиялық нормаларды сақтамай жұмыс істеулерінің салдарынан қоршаған ортаның адам баласына және жалпы тірі организмге жағымсыз әсерлері арта бастады. Қоғамның даму тарихына қарағанда, оның жан-жақты дамуы табиғатта түрлі экологиялық апаттардың орын алуына себеп болып келеді. Экология ғылымында экология апаттардың болжай отырып, оның алдын алу маңызы өте зор. Біздің ғаламшарымыздың тарихында бірнеше ірі экологиялық апаттар болған. Олар көптеген тірі организмдердің жойылып, олардың түрлерінің қасиеттерінің өзгеруіне әкеліп соқтырды. Экологиялық апаттардың негізгі себептерінің бірі бұл ғылыми техникалық прогресс. Қазіргі ғылым мен техниканың құдіретін егер адамзат оқушылар дұрыс пайдалана білгенде ғана антропогендік экологиялық дағдарыстың алдын алу мүмкіндігіне кең жол ашар еді. Табиғи экологиялық апаттардың негізгі климаттық факторларда жатады. Ал ғаламдық экологиялық апаттардың болу себебін түсіну үшін оқушылар сіздерге мынандай кестені талдауға шақырамын. Экологиялық апат, оның тигізетін зардаптары және қорғану жолдары. Экологиялық апаттың түрлері: ортаның ластануы, техногендік апат, ресурстардың таусылуы, топырақ эрозиясы, озон қабатының жұқаруы, табиғат апаттары, оған жер сілкінісі, сел, цунами, жанартаудың атқылауы жатады. Бұл апаттардың қандай зардаптары бар? Бұл апаттар адамдардың ауруға шалдығуына әкеледі, миллиондаған адамдардың қырылуына әкеледі, елдің экономикасының төмендеуіне, сонымен қатар өнімнің жетіспеуі, ультракүлгін сәулелердің зардаптарына әкелуі мүмкін. Сондықтан да бұндай апаттардың алдын алу немесе қорғану шараларын біз жасауға тиіспіз. Ластанудың себептерін анықтау, объектілерді, мысалы, үлкен завод, фабрика, үлкен объектілерді қаладан алыс жерде орналастыру, ресурстарды тиімді пайдалану, топырақты үнемі тыңайтқыштармен қамтамасыз ету, ауаға зиянды газдарды жібермеу. Мына болып жатқан табиғат апаттары, яғни оларды біз алдын ала дайын жүргізуіміз керек оларға, және оларды алдын ала хабарлап отыруымыз қажет. Табиғатта болып жатқан экологиялық апаттардың ішінде төтенше жағдайларды білу өте маңызды оқушылар. Өйткені бұл апаттар кенеттен пайда болады. Ал төтенше жағдайлар біздер екі үлкен топқа бөлеміз: табиғи және техногенді болып. Техногенді төтенше жағдайлар, алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай, бұл өндірістік, транспорттық авариялар, күшті әсер ететін улы заттар, өрттер, яғни жарылыстың салдарынан болатын өрттер жатады. Өндірістік болатын болса, бұл апаттар технологиялық процестердің бұзылуы, техника қауіпсіздігі ережелерінің дұрыс сақталмау салдарына, немесе мына техниканың ескілігінен де болып туындайды. Ал мына транспорттық авариялар, өздеріңіз білесіздер, яғни ұшақтардың апаттары, автокөліктердің апаттары жатқызылады. Табиғи төтенше жағдайлар геофизикалық қауіпті құбылыстар, яғни жер сілкінісі, вулкан жатқызылады. Геологиялық қауіпті құбылыстар, қар көшкіні, сел, сырғымы жатқызылады. Метеорологиялық және агрометеорологиялық қауіпті құбылыстарға дауыл, құйын, құрғақшылық немесе температураның күрт көтерілуі жатқызылады. Осылардың бір-екеуіне тоқталу тиіс. Жер сілкіну, жер қойнауындағы энергетикалық күштердің кенеттен жер бетіне шығуы. Жанартаудың атқылауы, жер қабаттарында магмалық жыныстардың жер бетіне қарай жылжуы, өзімен бірге газ пен су буларын сыртқа шығарады.
Сел тасқыны көбіне биік таулы жерлерде көктем және жаз айларында болады. Ал қар көшкіні қыс мезгілінде биік таулар аймағында болатын құбылыс. Бұлар қалың қар массасы бір-бірімен қосылып, жылжып, жолындағы заттарды ілестіре отырып, ірі қар топырақ аралас көшкінге айналады. Дауыл ауа қысымының әсерінен пайда болып, жер бетінде күшті жел соғуын айтамыз. Ал құйын болса, ауа ағысының үйіріліп күшті соғуы. Құйын соққан кезде топырақты, сонымен қатар алдында кездескен барлық заттарды ұшырып, қиратып, бір жерден екінші жерге тасымалдайды. Табиғи төтенше жағдайлардың тағы түрлері бұл теңіздегі гидрологиялық қауіпті құбылыстар. Яғни бұл құбылыстарда теңіз деңгейінің көтерілуі, құбылуы немесе жатады. Сонымен қатар гидрологиялық қауіпті құбылыстар бұл судың басуы, тасқындар, жер асты су деңгейінің көтерілуі. Сонымен қатар алтыншы бұл табиғи өрттер. Яғни бұларға ормандық, далалық аймақтағы табиғи өрттер жатады. Су тасу теңіз, көл және өзен жағалауында болатын табиғат құбылысы. Бұл су тасуда мұхиттар мен осы теңіз жағалауында өмір сүретін елді мекендерде жиі өте үлкен зардап шектіреді. Цунами теңіздер мен мұхиттардың айдынында судың гравитациялық күшпен пайда болатын толқындарды айтамыз. Ал өрт болса, жер шарында қуаңшылық жылдары жиі болып тұратын өте қауіпті табиғат апаты. Орманда болатын өрттер өте қауіпті болып келеді. Соңғы жылдары Қазақстан аумағында таулы ормандарда өрт жиі болады. Оның себебі демалушылардың жауапсыздығы. Сондықтан әрбір азамат, яғни туристер тобы орман, тоғайларда демалғанда өрт қауіпсіздігі ережесін бұлжытпай орындауға міндетті. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біздер экологиялық апаттармен танысқан болатынбыз. Яғни ол экологиялық апаттарға қандай апаттар жатады және олардың сипаттамасына тоқталдық және түрлеріне. Бірінші тапсырма. Экологиялық апаттың сызба нұсқасын толтырып жазыңыз. Яғни төтенше жағдайды біз екі үлкен топқа бөлгенбіз, соны бос ұяшықтарға толтырып жазамыз. Екінші тапсырма. Экологиялық апаттарды сипаттамасымен сәйкестендіреміз. Жер сілкіну, сел тасқыны, цунами, дауыл, су тасқынын бір-біріне сәйкестендіріп, белгілеп жазамыз. Айтылған экологиялық апат түрлері көбінесе адамның іс-әрекетінен туындап, қоршаған ортаға орны толмайтын шығын әкеледі. Соның салдарынан ауа, су, топырақ ластанып, ең бастысы адам баласы зардап шегеді. Төтенше жағдайларды болдырмау, теріс әрекеттерге жол бермеу, бұзылған жерлерді сауықтыру, бұл мемлекеттік және қоғамдық игі істер. Ең негізгі фактор экологиялық апаттардың үлкен кішісі ғаламдық немесе жергілікті деп кесіп айтуға болмайды. Өйткені жергілікті немесе аймақтық экологиялық апаттар бұл үлкен ғаламдық апаттарға себепші болып келеді. Сондықтан да оқушылар бүгінгі сабақтан үлкен ой түйіндедіңіздер деп есептеймін. Және де өздеріңіздің экологиялық білімдеріңізді терең дамытасыздар деп сенемін сіздерге. Сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.